бармы? Бар. Ендеше бастайық. Бәріңе сәлем. Бұл біздің YouTube арнаның әдеттегі шығарылымы емес. Нақтырақ айтқанда мүлдем басқа ерекше шығарылым. Және біз соны жылу еріктілер қозғалысының қолдаушыларымен бірге жасап отырмыз. Бүгін біздің назарымызда әдеттегі жұмыс нормасын асыра орындап, ауру жұқтыру аймағында жиі болатын дәрігерлер. Және біз дәрігерге көмек науқанын қызығушылықпен бақылап, өзіміз де сол көмекке қалай атсалысуға болатынын ойладық. Біз бәліш пісіруді жақсы көреміз. Түнгі ауысымнан шыққалы жатқан дәрігерлерге біздің дәмді бәлішімізбен неге қуантпасқа? Ең алдымен баратын жерімізді анықтап алдық. Ол жақын орналасқан қалалық аурухана. Және Адина оларға хабарласып, түнгі ауысым нешеде аяқталатынын біліп алды. Бәліш пісіруге 2 сағат қажет болады, сондықтан ертерек бастаған жөн болар. Ал сендерге қызық болса, кеттік! Біз дәмдейтін бәліш бір топ адамға жететін пайдалы әрі оңай жасалатын тағам. Оны дайындау үшін бізге ұн, қант, жұмыртқа және де өріктер қажет болады. Бәрі ойдағыдай өте біз кем дегенде 15 дәрігерге бәліш арқылы өзіміздің жұмысымызды сыйлай аламыз. Бәлішіміз әзірленіп болғанша еріктілік жайлы сөз қозғайық. Басқаша айтқанда мұқтаж жандарға көмек жайлы. Мысалы, біздің отбасымыз клуб Добряков қорына киім тапсырады. Ол жерде киімдер екінші өмірін бастап, жаңа қожандарға эмоция сыйлайды. Қайырымдылық жасау үшін міндетті түрде қорларға жүгіну қажеті жоқ. Егер сіздің ортаңызда еріктілер болмаса, немесе сіз өте жас көрермен болсаңыз, бар болғаны өзгелерге көмектесуіңізге болады. Әсіресе үлкен кісілерге, бірақ гигиена шаралары мен жеке арақашықтықты ұстауды ұмытпаңыздар. Дәрігерлер біздің тырысып жатқанымызды жақсы бағалайды деген үміттемін. Бұл жерде 2 бәліш және де біздің ең сүйікті капкейктер. Дизайнның авторы Адина! Және де бас аспазшы Мадина! Ал ендеше кеттік! Жалпы осы жыл адамдар үшін ең қиын жылдардың бірі болды. Әсіресе адамдардың денсаулығына ол көп әсер етті. Қазіргі заманда нағыз батыр ол дәрігерлер. Мен интернетте неше түрлі видеоларды көргенде, олар күндіз-түні жұмыс істейтінін және де отбасыларын көрмейтінін бақылап, өзімді бір түрлі сезіндім. Бұл жағдай дәрігерлердің тағы да көмектесуге себеп болды. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Адина, ал менің Мадина, біз 8 блогер қыздарымыз. Сіздерге бүгін тәттілерді алып келдік, және де алғыс айтқымыз келеді. Ең біріншіден осы қазіргі уақытта, қиын уақытта бүкіл ел үшін сіздер нағыз қаһармансыздар, рахмет айтамыз. Және де осы тәттілерді қабыл алыңыздар. Ой, рахмет сіздерге, үлкен біз соны өзіміз пісірдік. Сіздерге ұнайды деген үміттенеміз.
Сіздерге де қыздар өте үлкен рахмет. Осындай елімізде пандемия кезінде дәрігерлерге ауыр жағдайында сендер өз қолдарыңмен осындай тәтті пісіріп бізді қуантып жатсыздар. Үлкен рахмет. Ал қыздар осындай індет кезде, қиын сәт кезде көмек бергендеріңізге көптен көп рахмет. Осындай індет соңғы рет болсын қазақ елінде. Сіздерде дендеріңіз сау, ата-аналарыңыз аман болсын. Міне біз осылайша аурухананың түнгі ауысымдағы дәрігерлердің көңіл күйлерін көтеріп, сергітіп жібердік. Бұны кез келген адам істей алады, бірақ дәрігерлердің жұмысына кедергі келтірмей, оның бәрін сұрастырып біліп алған жөн. Егер сіз осындай іске бел бусаңыз, немесе дәрігерлерге көмек науқанына басқаша үлес қосамын десеңіз, жылу 2020 немесе дәрігерлерге рахмет хэштегі арқылы әлеуметтік желілерде бөлісеңіз болады. Жәрдемдесу керемет!